Баршаңызға сәлем. Біз бүгін өте дәмді және жұмсақ пирог дайындайтын боламыз. Оны кішкентай бала да жасай алады. Ең бірінші 3 жұмыртқаны аламыз да миксермен миксерлейміз. Одан кейін шамалы миксерленгеннен кейін оған 100 грамм қантымызды қосып, қайтадан миксерлейміз. Жұмыртқамыз біздің үлкейеді. Одан кейін осымен ұнымызбен разрыхлитель немесе ақ судамызды қосып, астынан үстіге араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін оған біз майымызды қосып 50 грамм және де 50 мл сүтімізді қосып араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болады. Сосын біз оны формочкамызға үйсіп салып қоямыз. Пирогымыз 15 минутта дайын болды және де ол күйкіткен жоқ, өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай көтерілді және жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.